Балалардың денсаулығымен байланысты ең көп тараған мәселелердің бірі бұл ішек босануының бұзылуы, яғни ішек қату, газиколик болу. Сол жағдайда біз не істеуіміз қажет? Массажды көрсетемін. 4-5 массаж өте оңай, одан кейін мүлдем газиколик болмайды. Қараңыздар. Бұл массаждың бірінші түрі почасовой стрелка айналдыру. Бұны барлығымыз білеміз, яғни ішектің жолдарын біздер айналдырып көмектесеміз. Сағат пен айналдырамыз. Қараңыздар. Не себепті присыпка пайдаландым? Себебі баланың іші ауырмас үшін және де қолымыз тайғанамас үшін присыпканы сүйіп қойсаңыздар болады. Дәл осылай 2 минуттай үздіксіз айналдырамыз. Бұл бізде екінші массаж түрі вибрация деп аталады. Осылай жасау арқылы сіз балаңыздың ішек қатуын жеңілдетесіз. Бала жылағанын шамалы бәсеңдетеді. Келесі мынау екінші түрі, бұны да сіздер жақсы білесіздер. Яғни бала осылай жасаған уақытта ішінен жел шығады. Әр массаж түрін үшінші массаж 2 минуттан жасаймыз. Көрдіңіздер ме? Мынаны да 2 минуттан жасаймыз. Әр қайсысын 2 минуттан жасау арқылы біз нәтижеге қол жеткіземіз. Бала 40-дан шыққаннан кейін міндетті түрде газиколик болады. Ол табиғаттың заңы, ештеңе істей алмайсыздар. Сол себептен бірге массажбен көмектесеміз. Бұл бізде келесі массаждың түрі. Ішінде қатып қалған дәретті біздер осылай жібітеміз. Қараңыздар. Оң жақтан, сол жақтан. Тез-тез істегеніміз жөн. Дәл осылай 2 минуттай жасаймыз. Бұл кезде бала шамалы өз-өзіне келе бастайды, жылауын тоқтата бастайды. Осындай массаж түрі балаға ұнайды негізінде. Осылай 2 минут бойы жасаймыз. Бұл процесті жай жасаудың да, қатты жасаудың да қажеті жоқ. Бір орташа жылдамдықты таңдаңыздар. Тағы да қолымыз тайғанамас үшін присыпка сүйіп қоямыз. Мынау маған ең ұнайтын массаж түрі. Қолымда қараңыздар, жұдырықтайсыздар да, запятая қойған сияқтысыздар, яғни үтір қойған сияқты жасайсыздар. Міне дәл осы массаж, дәл осы соңғы массаж сіздің балаңыздың ішінен жел шығуына үлкен септігін тигізеді. Себебі мен ішектің дәл үстінен басып тұрмын. Көрдіңіздер ме? Дәл осы массажды 2 минут бойы жасайсыздар. 40 минут бойы осы 4 массаж түрін қайта-қайта айналып келіп жасаймыз. Достар, бұл массаж, осы 4 массаж түрін міндетті түрде 2 мезгіл жасайсыздар. Сағат 2 мен 3-тің аралығында, 40 минут бойы сосын кешкі 7 мен 8-дің аралығында. Себебі білеміз, бала қай уақытта жылайды? Түнгі уақытта жылайды, 9-дан бастап, иә. Сол себептен оның алдын алу үшін осы зарядканы жасасаңыздар, бала жыламай тұрып жасасаңыздар, бала кешке жақсы ұйықтайтын болады. Мен өзімнің практикамда дәл осылай күніне 2 мезгіл жасау арқылы балаға газиколик іш қатуды мүлдем шығармадым. Енді барлығымыз пенде болғаннан кейін кей уақыттарда мысалға қонаққа кетіп ұмытып кетуі мүмкінбіз, иә, балаға жасауға. Сол кезде кешке қарай бала жылайды. Бала жылағанына қарамастан жылдамдатып дәл осы эстумизан, бабиотик осы береді ғой іш қатуына байланысты. Дәл осы массажды қосымша тез жасаған уақытта бала бірден ішіне жел шығарып, сіздерге былай айтқан кезде рахметін айтады. Сондықтан да ерінбейміз, және де осы массаж түрлерін үнемі жасаймыз. Ал іш қатудың себептері ол бала 1 жасқа келгенше міндетті түрде сіздер басқа қосымша тамақ бересіздер, иә? Немесе емізілу болған кезде қосымша тамақ берген кезде суды жеткіліксіз бересіздер. Соның нәтижесінде баланың ішектері жұмыс жасамайды. Ол себебі кішкентай әлі өмірге енді үйреніп келе жатқан сәби. Сол себептен сіздер осылай массаж жасап, 1 жеті бойы тоқтамасын осылай күніне 2 рет жасасаңыздар, бала өзі-ақ үйреніп алады. Аяғын көтеріп, өзі жел шығарады. Сіз сол процесті өзіңіз бақылайсыз. Қатты жылаған уақытта баланы осылай теріс қаратып, үстінен асты қарай сипалау қажет. Сол кезде шамалы болса да жеңілдетеді. Сонымен қатар, достар, іш қатудың тағы бір себебі емізілулі ананың тамақтану рационының дұрыс еместігі, яғни газды сусындардың ішуі. Балаларымыз аман болсын. Келесі рубрикада кездескенше маған жазылуды ұмытпаңыздар.